Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін тауық етінен өте дәмді, сочный болып шығатын запеканканы дайындап көрсететін боламын. Бұл тағам менің отбасыма өте қатты ұнайды. Сочный болып шығады және өте дәмді әрі оңай дайындалады. Сондықтан да сіздер үшін арнайы рецепт түсірдім. Соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге міндетті түрде тауық еті керек болады. Менде үйде цыпленок табака бар екен. Сонымен жасайтын боламын. Етімізді өзіміздің қалауымызша бөліп аламыз. Мен осылай бөліктерге бөліп алдым. Сіздер өз қалауларыңызша үлкен-үлкен қылып бөлсеңіздер де болады. Енді етімізді маринаттауға кірісеміз. Бір чеснокты майдалап турап аламыз, немесе осындай чеснокқа арналған теркадан өткізіп аламыз. Арнайы маринатқа арналған дәмдеуіштерді қоса беруге болады ғой. Бірақ мен ондайды аса ала қоймаймын, көп ала қоймаймын, анда-санда алам. Бірақ мен тауық етін үйде осылай өзім маринаттағанды жақсы көремін. 1 шай қасық тұз қостым, және де жарты шай қасық қара бұрыш қостым. Паприкадан 2 шай қасық қостым. Паприканың ешқандай зияны жоқ. Наоборот, әдемі түс береді және де жақсы дәм беріп тұрады. Сондықтан мен өзім паприканы көбірек алып қойғанды жақсы көремін. Енді мен жай тұздан қостым ғой. Енді осындай кристалл тұз бар ғой. Содан да 1 шай қасық қостым. Осыны қосам, міндетті түрде өте дәмді болады. Енді бұндай тұз жоқ болса, кәдімгі тұз қоса берсеңіздер болады. Мынадай аш аджика бар. Содан 1 шай қасықты толтырмай салдым. Және де карри дәмдеуішіне де жарты шай қасық салып жібердім. Және де кориандр дәмдеуішінен жарты шай қасық қостым. Енді майонезімізді салып араластырып аламыз. Одан кейін осындай соя тұздығынан 1 шай қасық қосып жібердім. Барлығын енді жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің маринадымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай түсі әдемі болып шыққан. 1 килограмм картопты жуып тазалап алдым. Енді осы картопты жіңішкелеп турап аламын да осы маринатталған етіміздің үстіне саламын. Картоптан кейін 1-2 пиязды осылай жіңішкелеп турап алып, оны да қосып жібердім. Дәмдірек бола түседі. Жақсылап араластырып, формаға салып, 180 градус қысып тұрған пеште 50 минутқа салып пісіріп аламын. Міне 50 минуттан кейін біздің запеканкамыз қызарып, әдемі болып пісіп шықты, дәмді болған сияқты. Иісі мұрын жарып тұр, бүкіл бөлмені алып. Енді газ тарелкаға салып, дәмін көретін боламыз қалай шыққанын. Прям сочный болып шыққан. Еті де картоптары да жұмсарыпты, дәмі керемет болған. Осылай жасап көріңіздер. Үйде бар дәмдеуіштермен жасап дәмді болатын сөзсіз, және сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Мен осылай дайындадым. Жасап көріңіздер.